Ертеде орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қояндың үйшігі ағаштан болыпты. Көктем келіп, күн жылынғанда түлкінің үйшігі әрине бірден еріп кетті. Жаураған түлкі қоянға келеді. Қоян, мені үйіңе кіргізші, жылынып алайын. Түлкі осылай алдап-сулап, аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйінен қуып шығады. Қоян жылап, орман бойымен жүреді. Сол кезде қоян иттерге кездеседі. Қоян, не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой? Қалай жыламаймын? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама. Мен ол оңбағанды қазір-ақ қуып шығамын. Ит қоянның үйіне келеді. Әй, түлкі, шық қане. Босат қоянның баспанасын. Шығып босатайын, бірақ сені быт-шыт қыламын. Иттің үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлап, тайып тұрды. Қоянның алдынан аю шығады. Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың? Жыламағанда қайтемін. Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама. Мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Ит те қуып шыға алмады. Көресің, қуып шығамын. Аю үйшіктің алдына келеді. Түлкі, шық. Босат қояндың үйін. Босатпаймын, қазір быт-шытыңды шығарамын. Аюдың үрейі ұшып кетті. Басы аманда қашып құтылуды ойлады. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастады. Қараса, жанына шалғысы бар әтеш келді. Қоян, неге жылап отырсың? Жыламай қайтемін. Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қуып шығамын. Жоқ, ит те аю да оны қуып шыға алмады. Жүр, көресің. Екеуі үйшік алдына келеді. Шөп шабам. Түлкіні іздеп табам. Қояндың үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабам. Түлкі қорқа бастайды. Әтеш әнді қайтадан айтады, ал үшінші рет қайталап бастағанда түлкі үйден зыта жөнеледі. Сөйтіп, қоян ер жүрек әтештің көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды.